Құрметті оқырмандар, Жетісу облысының Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасында сонау 1887-1945 жылдар аралықтағы қазақ, орыс және көне славян тілдерінде жарық көрген 85 дана сирек және құнды кітаптарымыз бар. Ұлттық кітап күніне орай сирек кітаптар симфониясы айдарында 1945 жылы жарық көрген Советтер одағының қазақстандық батырлары атты құжаттар мен материалдар жинағының бірінші кітабын ұсынамын. Бұл кітапта Екінші дүниежүзілік соғыста отанымыздың ары мен бостандығын, тәуелсіздік алып бейбіт өмір үшін күрескен батырларымыздың қайтпас қайсар ерліктері мен төзімділіктері, жүрген жорықтары туралы естелік хаттары, майдандық әңгімелері, сонымен қатар награда қағаздары мен мақалалары енген. Ерекше ерлік пен тарихта қалған қазақстандық жауынгерлеріміз ол 28 гвардияшы панфиловшылар, сондай-ақ авиация генерал-майоры Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов, пулеметші батыр қызымыз Мәншүк Мәметова, мерген қызымыз Әлия Молдағұлова және көптеген қазақстандық батырларымыздың ерліктері жайлы баяндалады. Құрметті оқырмандар, отан қорғаудың өшпестей өнегелі ізін қалдырған қаһарман батырларымызды қастерлеп құрметтеу сізбен біздің азаматтық борышымыз. Тәуелсіздік таңы үшін өз өмірлерін қыршыннан қиған ержүрек батырларымыздың ерліктерімен танысқыңыз келсе, кітапханамызда күтеміз.